жүз бас қарамал деген бір сөзімді алып алып барлығы паниковать етіп жатыр. Ол мүмкін емес қой, жүз басты қалай табасын, оған жету қайда деген сияқты, ол болмайды ғой деген сияқты. Оны алдында айтып кеттім. Мен жүз бастан баста деп айтқан жоқпын. Мен 100 баспен бизнес басталады деп айттым. 100 бас болмаған қанша бизнес басталмайды. 100 бастан басталады бизнес деп айттым. Алдындағы парақшаларым, Instagram, TikTok парақшаларымды қарасаңыздар, малмен күн көрмеген болсаңдар, алғашында 5-6 сиырмен ғана бастау керек. Одан көп ұстамаған дұрыс. Бәрі ұстап жатыр екен, мен де ұстай аламын деген ол бос әңгіме. Онымен қоса мен қалай бірінші бастау керек жөнінде ол басқа бір тақырып болды. Содан тыңдасаңыздар жақсы түсінесіздер. Енді мен екінші тақырып, адамдар айтып отыр, ақша үшін адам кәсіп бастайды ғой деп. Жоқ, кез келген кәсіпті бастап жатқан мезгілде ақша үшін болмау керек. Бір смысл болу керек, не үшін істеп жатырмын. Ал ауыл шаруашылық кәсібін бастау тіпті бөлек тақырып. Өйткені ол үшін өте күшті бір философия керек, бір смысл керек. Әйтпесе ақша үшін басталған кәсіп көпке ұзаққа бармайды. Ақша саған жәрдем бермейді. Осы мезгілде саған басқа нәрсе керек болып сезесің. Не керегін сол басынан бастап тауып алу керек адам деген. Сол себепті басында шешіп алу керексің. Мен неге ауыл шаруашылығын бастап жатырмын? Мен өз басымды айтып кетейін, не үшін бастадым ауыл шаруашылығын. Мен қалада тұрдым, 2015-ке дейін қалада тұрдым. Кейін түсіндім, что маған қала адамның табиғатына арналмаған. Мен бала шағамды ойладым. Мен медреседе сабақ бердім, мешітте сабақ бердім, мектепте сабақ бердім. Органдарда жұмыс жасадық. Офисте отырып фирмаларды басқардық кезінде. Турецкий компанияны басқардық. Шымкент филиалында мен түрік компаниясының управляющий болдым. Офисте отырамыз, ол ер адамға арналмаған офис, шынымды айтсақ. Ер адам воин дейді ғой, воин болу керек, ер адам деген. Офис, мектеп ол әйелдер отыратын жер негізі. Сабақ беру болсын, енді ер адамдар да сабақ береді ғой, бірақ ер адам физически қатты көп қимылдау керек. Ол ауыл шаруашылығы. Физически таза ауада, да? Бала шағамды ойладым, денсаулығын ойладым. Бізді машинаға, креслоға, столға, офиске байлап тастаған. Аурумыз. Бұл аурудан ойлаймыз, бізді медицина құтқарады деп. Құтқармайды. Медицина оның үстіне тағы ауру жүктеп береді химикат дәрілермен. Сен өз денсаулығыңды өзің таза ауада ғана құтқара аласың. Таза табиғи жеміспен, табиғи етпен, табиғи әрекетпен барып адамның тері шығу керек. Барып баняға барып шыққан тері болмайды. Әрекетпен, қимылмен барып, қалада болсаңдар, спорт залға барыңдар, тер шығарыңдар, аямаңдар. Өздеріңді қанша аясаңдар, сонша әлсірейсіңдер, сонша төмен қарай кетесіңдер. Мен философиямда осындай болды, мен смыслымда осындай болды. Мен ауылға кетуім себебі осындай болды. Мен таза ауада, таза табиғи өмір сүргім келді. Мен денсаулығыма, бала шағама пайдалы болу үшін. Ол бірінші. Екінші, ауыл шаруашылығы өлмейтін кәсіп. Өйткені адам жаратылғаннан бері болып кеткен кәсіп. Одан кейін де өледі дегенге ешкім сенбейді бұл кәсіпті. Бұл жалғасай беретін кәсіп. Бүткіл кәсіп өліп қалуы мүмкін, бір уақытта өліп қалуы мүмкін. Неге білесіңдер ме? Свет тоқтап қалса. Свет өшіп қалса бар ғой, бүткіл кәсіп тоқтап қалады. Бүткіл. Оны білмейміз. Мен бір документ жөндеуге бір жерге бардым. Сол мезгілде маған айтты. Қаладамын ол мезгілде. Маған айтты, бүткіл документті қағаз жүзінде ұста деді. Компьютерға сақтап, ой компьютерда бар деп ойлама дейді. Қағаз жүзінде сақта деді. Неге? Светтің қашанға дейін болатынын біз білмейміз деді. Ешкім гарантия жоқ оған деді. Сенің қалтаңда ақшаң болмаса, сенің қалтаңдағы ақшаң да іске аспай қалады, короче. Сенің егер жерің болмаса, сен қолыңда мана мал шаруашылығы болмаса, егін шаруашылығы болмаса, мана қолында ұстайтын дүниең болмаса, свет өшсе, еш нәрсең болмайды. Бізді қайда апара жатыр? Қайда апара жатыр бізді?